Бұл құрамаларға Кеңес одағының түкпір-түкпірінен келген жүздеген қыз іріктелді. Алайда тәжірибелі әскери мамандардың бәрі бірдей бұл бастаманы қолдаған жоқ. Бірі әйелдер майданның ауыр сынағына төтеп бере алмайды деп есептесе, енді бірі олардың заманауи әуе соғысында орны жоқ деп санады. Алайда Роскова мұның керісінше екенін дәлелдеуге бел буды. Ол ұшқыштарды, штурмандар мен авиациялық техниктерді даярлау ісіне тікелей қатысты. Оқу-жаттығу барысын өзі қадағалап, бөлімдеріне қажетті техникамен және жабдықпен қамтамасыз етуге күш салды. Олардың арасында жаңа үлгідегі П-2 Питерші бомбалаушы ұшақтарымен қаруланған 587-ші бомбалаушы авиациялық полк ерекше орын алды. Бұл полктың командирі болып Марина Роскованың өзі тағайындалды. 1942 жыл бойы полк күрделі дайындықтан өтті. Жылдамдығы жоғары П-2 ұшағын басқару тіпті тәжірибелі ер азамат ұшқыштардың өзіне де оңай соқпайтын. Енді осы күрделі техниканы әйелдер де толық меңгеруі тиіс еді.